Қыздар, дауысым естіліп жатыр ма? Бір айтып өтсеңіздер, одан соң біз бастайық. Иә, деді, өте қуаныштымын. Олай болса, біз эфирді бастай берейік, қыздар. Біз бүгінгі тақырып біздің бауырдың тазалығы. Бауырды біз қалай тазалаймыз? Иә, өте қуаныштымын. Естілмей шықты дауыс дейді. Иә? Ура, естілді дейді, өте қуаныштымын, жақсы. Енді айтайын, бауырдың аурулары, қандай бізде проблема болуы мүмкін. Егер сіздің бауырыңыз, біріншіден, егер сіз дұрыс тамақтанбайтын болсаңыз, бірінші ол сіздің бауырдың май басуы. Яғни бауырымыз қалай біздің май басады? Мына біздің күнделікті рационда дұрыс емес холестериндерді көбірек тұтынғанымыз. Яғни маргарин тұтынуыңыз мүмкін, қарапайым ақ май тұтынуыңыз мүмкін, тамақты қуырып дайындауыңыз мүмкін. Тамақты жаңағы майлы, айтамыз ғой, рафинатталған майлармен қуыру, Вот соның барлығы біздің мына күнделікті. Сіз бауырсақ жеуіңіз мүмкін, пирожки жеуіңіз мүмкін, чебуреки деп айтып жатамыз. Оның барлығын сіз қуырып дайындаған кезде, оның құрамы, майдың құрамы өзгеріп, сіздің ағзаңызға түскен кезде ол зиянды холестеринге айналады. Соның барлығы бізде мына бауырдың май басуына алып келеді. Яғни сізде бауырыңызда май басатын болса, ол қазір бүкіл әлем бойынша деп айтсам да болады, бауырдың ауруларының ішінде бірінші орында тұр, қыздар. Бауырдың май басу, яғни сіздің рационыңыз дұрыс емес, сіз дұрыс тамақтанып жүрген жоқсыз, сіз физически нагрузка жасап жатқан жоқсыз, ешқандай жаттығу жасап жүрген жоқсыз, таза ауамен демалып жүрген жоқсыз, тек қана жаңағы тамақты жеп аласыз да жата қаласыз. Ол сіздің бауырыңызға ғана емес, ол сіздің өтіңізге де өте ауыр болып тиеді. Яғни өттің толық жаңағы бөлінбеуі, өйткені бауырдың жұмысын нашарлаған кезде, білесіздер, бауыр өттің пайда болуына әсер етеді, білесіздер. Міне, енді мен мына камера, менде передняя камера болғандықтан сіздерге басқаша көрінуі мүмкін. Мына оң жақ қабырғаның ішінде бізде бауыр орналасқан. Сол бауырдың ішінде, қыздар, өт орналасқан. Білсеңіздер, көп адамның өтін алып тастап жатады, не үшін? Өйткені өт жаңағы толып қалған деп айтып жатамыз, өт қоюланып кеткен деп айтып жатамыз, немесе өтте тас бар деп айтып жатамыз. Оны уақытылы біз емдемейтін болсақ, онда біздің жаңағы өтіміз жарылып кетуі мүмкін. Яғни өт жарылған кезде, білесіздер, адам бірден сарғайып кетеді, адам жаңағы осы өте аз уақыт аралығында өліп те кетуі мүмкін, өт жарылған кезде. Сол себепті көбінесе өтті алдырып тастап жатады адамдар. Сол үшін, қыздар, міндетті түрде дұрыс тамақтану қажет. Бауырдың екінші ауруы ол, білсеңіздер, цирроз печени. Қазір екінші орында тұрған цирроз печени. Не үшін? Өйткені, білесіздер, ол цирроз печени көбінесе ер азаматтарында көп кездесетін. Статистика бойынша, өйткені ішімдік ішетін адамдар көп, арамызда, ол әйел азаматы болсын, ер азаматы болсын, ішімдік ішетін адамдар көп болғандықтан цирроз печениде өте, жаңағы сізге ол байқалмауы мүмкін бастапқы этаптарында, бірақ адамның мына бауыры ісе бастайды. Іскен кезде кәдімгідей су жинала бастайды. Оны емдеу өте қиын, қыздар. Қыздар, сұрақтарыңызды қоя беріңіздер, қазір мен толықтай айтып алайын, сосын сұрақтарыңызға жауап беретін боламын. Оны емдемеудің алды сіздерде профилактика болу керек, яғни ішімдіктен бас тарту керек, жаңағы ащы тағамдар, тұзды тағамдар деп айтып жатамыз, оның барлығынан сіздер бас тартуларыңыз керек. Егер сізде цирроз болмасын десеңіз, желательно дұрыс тамақтану керек, және де майлы тағамдардан да бас тарту керек. Мен қазір әрдайым білесіздер, нутрициологтардың айтуы, всегда рационға мән беріңіздер дейді. Вот екінші проблема, бауырдың екіншісі цирроз печени ауруы, ол екінші орында тұр. Содан арылу үшін біз дұрыс тамақтануымыз қажет. Үшіншісі бізде гепатит. Яғни гепатит, қыздар, бірден жыға салмауы мүмкін. Яғни гепатит Б, гепатит С деп айтып жатамыз, Ол қазір бізде бауыр ауруының үшінші орнында тұр.
гепатит Б-ға білесіздер, вакцина бар, иә. Егер вакцина жаңағы салдырасыз, бірақ күмәніңіз болса да ревакцинация жасауға болады да гепатит Б-ға. Ал гепатит С-ның ешқандай вакцинациясы жоқ. Ол бізге қалай жұғуы мүмкін? Сіз білесіздер, біз әйел азаматы әрдайым жаңағы косметологқа барып жатамыз, маникюрға барып жатамыз, стоматологқа барып жатамыз, иә, немесе жаңағы болады переливание крови, иә, донор болуыңыз мүмкін біреуге, немесе реципиент, яғни сізге қан құйылуы мүмкін, да, біреудің қаны. Вот сол арқылы да жұғуы мүмкін гепатит С, иә. Ол біздің жаңағы қанның осы гепатит қанға еніп, ол бүкіл біздің ағзамызды улайды. Сол арқылы адамның иммунитеті түседі, адамның жаңағы шаршағыштық, тершеңдік, еш нәрсеге құлқы болмай, жұмысына деген жаңағы ынтасы болмай қалуы мүмкін, да, осында қандай да бір гепатит болатын болса, иә, адамның ағзасында. Оған міндетті түрде жаңағы емделеді қыздар. Оның өзінің дәрілері бар, 1-2 дәрісі болу керек. Вот соны ішу арқылы оны емдеуге болады. Бірақ сіз оның алдын алу мақсатында профилактика ретінде көбінесе жаңағы стоматологқа барсаңыз да, маникюрға барсаңыз да, педикюрға барсаңыз да, қан құйылып жатқан болса да өте мән беру керек. Барлық жерде жаңағы тазалық болу керек дейді ғой. Вот соған мән беріңіз. Қанша ол қымбат болса да, мысалы сіздің косметологыңыз немесе маникюр жасайтын адамыңыз қанша қымбат алса да, бірақ соған сәйкес болу керек та, оның жасаған услугасы. Түсінікті ма? Денсаулықпен ойнамаймыз, қыздар. Оның кетуі өте қиын да, мына гепатиттің. Одан соң біз айтып жатамыз, иә, енді бауырдың ауруларын барлығын мен сіздерге қазір тізіп шықтым. Енді оны біз қалай қалыпқа келтіреміз? Қалай біздің бауырымыз ауырмау амалын жасаймыз деген сіздерде сұрақ болуы мүмкін. Енді мен сіздерге қазір пайдалы тағамдар тізімін айтайын, иә. Пайдалы тағамдар тізімін айтайын, одан соң қандай тағамдарды жеуге болмайтынын айтайын. Соны міндетті түрде жазып алсаңыздар да болады. Өздеріңіздің ата-енелеріңізге қолдансаңыз да болады. Мысалы, өт толмас үшін деп айтсам да болады, иә. Өттің жұмысы жақсаруы үшін. Білесіздер ғой, өтте майда тас болатын болса, секірген сайын сіз пойызда кетіп жатасыз, немесе машинада кетіп жатасыз, иә. Секрет қой жаңағы бүдір жерден жүрген кезде. Сол кезде жаңағы тас қимылдап кетіп, өттің аузын, пробка болады, енді мына жерден өттің мынау несі, иә? Өттің құйылатын жері болады, дұрыс па? Бауыр арқылы өтеді ғой енді барлығы. Өт шығарылады. Сол жерге жаңағы тас кіріп кетіп, мына жерде бітеп қоюы мүмкін. Бітеп қоятын болса, жаңағы қимыл арқылы бітеліп қалатын болса, осы өт жарылып кетеді. Сол нәрсеге абай болу керек, қыздар. Соған мән беріңіздер. Егер сіздерде тас болатын болса, міндетті түрде дәрігерге барып, жаңағы емін алу қажет, қыздар. Енді қараңыздар, бірінші қандай тағамдар профилактика ретінде қолданылуы керек. Бауырды қалай біз тазалаймыз? Өйткені білесіздер, бүкіл ішіп жеген тамағымыздың барлығы через біздің бауырымыз арқылы өтеді, иә. Қанымыз болсын, бауырымыз арқылы тазаланады, дұрыс па? Біздің бауыр ол бір анандай тазартатын стиральная машина деген сияқты ғой, енді бүйтіп айтқанда, иә, бүкіл қоқыстардың бәрі соның ішінде қалады да, таза қан біздің қан тамырлар арқылы өтеді, дұрыс па? Біздің қан тамырларымызды тазалайтын ол бауыр, біздің тағамдарымызды, асқазан ішекке өтетін тағамдардың барлығын тазалайтын да ол бауырда. Сол үшін бауырды да біз тазалап тұруымыз керек профилактика ретінде, қыздар. Біріншісі бізде лимон. Яғни мен өзімнің қыздарыма, жаңағы марафонға қатысып жүрген қыздарға әрдайым айтам. Лимонды күнделікті 2 литр банкаға алыңыздар да, 1 лимонды сығып, соны күні бойы ішсеңіздер болады деп айтам. Егер сізде давление төмен болмаса деп айтам да. Ал егер давление төмен болатын болса, онда аптасына 2 рет 1 стакан жылы суды аласыздар, яғни комнатная температурадағы су, фильтрдің суы, иә, соған жарты лимонды кесіп, сығып, жаңағы суды ішесіздер. Аш қарынға еш нәрсе қоспай, соны ішіп аласыз. Соның өзі біздің мына бауырымызды, иә, тазалауға өте жақсы ықпалын тигізеді. Ол бір. Екіншісі чеснок, қыздар.
Енді көбісіне ұнамайды ол нәрсе, чеснокты көбісі жегісі келмейді. Оны сіз күнделікті қолдануыңыз міндетті емес, қыздар. Сіз профилактика ретінде қолдансаңыз, аптасына 1 рет қолдансаңыз болады, аптасына 2 рет қолдансаңыз болады, иә. Сізде өтпен проблема болмаса, бауырмен проблема болмаса, онда аптасына 1 рет те жеткілікті. Жай ғана бір долькасын аласыз, турайсыз, иә. Турап болған соң оны сумен ішіп жіберіңіз. Жылы сумен таңертең аш қарынға ішіп жіберіңіз. Оның пайдасы неде? Оның пайдасы да біздің бауырды тазалауға, иә, білесіз ғой, бауырдың өзінде де әртүрлі жаңағы нелер бар. Қалай айтсам болады? Шлактар, токсиндар деген сияқты, соның барлығын тазалау үшін де бізге осы чеснок қажет. Чеснокты аптасына 1 рет турап ішіп жіберіңіздер. Шайнап отырудың қажеті жоқ, білесіздер, ауыздарыңыз сазып кетуі мүмкін. Жай ғана жылы сумен ішіп жіберіңіздер, қыздар. Енді үшіншісі ол оливковое масло, зәйтүн майы деп айтып жатамыз, немесе қарапайым оливки деп айтсақ та болады. Сіз егер майын ішетін болсаңыз, таңертең аш қарынға 1 столовый ложканы ішесіз, күнделікті ішесіз, аш қарынға жаңағы лимон сумен ішіп жіберсеңіз болады, жай жылы сумен ішіп жіберсеңіз болады, өзін ішіп жіберсеңіз болады. Ең бастысы сіздің жүрегіңізге тимеу керек ол нәрсе. Түсінікті ма? Оны не үшін ішеміз? Білесіздер, көбінесе біздің қыздарда жаңағы запор болып жатады, иә. Дұрыс тамақтануда да бастапқыда запор болуы мүмкін. Немесе жай ғана сіздің күнделікті рационыңыз дұрыс емес болып, сізде запор болуы мүмкін, да. Оның барлығын алдын алу үшін осы оливковое масло, льняное масло деп айтып жатамыз. Соның барлығы біздің ағзада мына ішектерді майлап, иә, дұрыс май, пайдалы май ғой енді ол, майлап жаңағы запордан сізді құтқаратын болады, қыздар. Және де мына бауырдың жұмысын жақсартады. Өйткені ол бізде зиянды холестерин емес, да, қыздар, ол бізге пайдалы. Сол себепті оны сіз күнделікті қолдансаңыз да, сіз артық салмақ қоспайсыз, денсаулығыңызға ешқандай кері әсер болмайды. Түсінікті, иә. Енді төртіншісі 40 қабат шпинат. Жазып алыңыздар, иә, 40 қабат шпинат. 40 қабатты көбінесе біз жаңағы клетчатка деп айтамыз, иә, клетчатка, кебек, солай айтамыз да, біз оны көбірек қолданатын болсақ, яғни сіз түскі, кешкі тағамдарда көбінесе жаңағы сол 40 қабаттан, шпинаттан салаттар жасаңыздар. Яғни көкөністерден деп айтсақ болады, иә, қызанақ, қияр, барлығын араластырыңыздар да, содан көкөністен салаттар жасап жеңіздер. Оның өзі сіздің бауырды тазалауға өте жақсы көмектесетін болады, қыздар. Өте жақсы көмектеседі. Түсінікті, иә. Енді келесі бізде көк шай. Яғни сіздің денсаулығыңыз жаңағы келіп тұрса, яғни сізде давление болмаса, сіз давление төмен болмаса, сіз көк шайды күніне 1 рет немесе 2 рет ішсеңіз де болады. Көк шай өте пайдалы. Көк шай, білесіздер, бауырдың май басқанына да жаңағы майын кетіруге өзінің ықпалын тигізеді, және де біздің мына арықтауымызға да өзінің жақсы ықпалын тигізеді. Байқасаңыздар, өте көп жаңағы лимон қосылған, көк шай қосылған, огурцы, қияр қосылған, лайм деп айтып жатамыз, шпинат қосылған, сондай сусындарды ішіп жатады, иә. Оның барлығы пайдалы, бірақ сізде давление төмен болатын болса, сіз оны ішсеңіз, сізде керісінше одан бетер түсіп кетеді. Сол себепті гемоглобины төмен қыздар, жаңағы давлениясы төмен қыздар, сіздерге ондай шайларды аптасына 1 рет ішуге мүмкін болады, бірақ күнделікті ішуге болмайды. Ол біздің ағзаға өте ауыр тиетті, одан бетер түсіп кетуі мүмкін давленияларыңыз. Келесі бізде помидор, яғни помидор, қызанақ, иә? Қызанақты да сіз аптасына 1 рет, 2 рет жаңағы соковыжималкадан өткізесіз, немесе блендерден өткізсеңіз болады, иә, смузи жасасаңыз болады. Бірақ өзін ғана ішуіңіз қажет, таза өзін ішуіңіз қажет, аптасына 1-2 рет, иә. Сонда сіздің жаңағы бауырыңыздың жұмысы жақсарады. Қыздар, біз әрдайым өзіміздің бауырымызды майлап тұруымыз керек, та, яғни білесіз ғой, есікті майлап тұрмасаң, ол шиқылдайтын болады, иә. Дәл солай бізде өз бауырымызды күтпесек, біздің бауырымыз сыр бере бастайтын болады, қыздар. Соны ұмытпаймыз. Келесі, қыздар, бізде пияз, авокадо, және де
мына пияз, авокадо, алма, және де витамин С. Бұларда витамин С өте көп. Сіз иммунитетті көтеру үшін, бауырдың жұмысын жақсарту үшін міндетті түрде біз осы тағамдарды күнделікті, шамаларыңыз келгенше күнделікті тұтынсаңыздар болады. Мысалы, алма ол фрукты, дұрыс па? Біз көбінесе фруктыды до обеда жейміз. Түске дейін жейміз, өйткені құрамында бізде глюкоза болады. Алманың, фруктыдың құрамында глюкоза болады. Ол глюкоза кешке дейін жақсы сіңуі үшін біз оны обедке дейін жейміз. Обедтен соң көбінесе көкөністерден салат жейміз, көкөністердің өзін жейміз, соны ұмытпаймыз. Міндетті түрде жаңағы алманы қолданыңыздар, пиязды сіздер тамақпен бірге жесеңіздер болады. Қарапайым жарты пиязды аласыздар, немесе жартысын аласыздар, тамақпен бірге, сорпамен бірге ішсеңіздер болады. Тоже біздің бауырдың тазаруына өте жақсы ықпалын тигізеді, қыздар. Витамин С, сіздер витамин С-ні әртүрлі жаңағы мандарин, апельсин, одан бөлек алманың құрамында да бар, сәбіздің құрамында да бар, қыздар. Овощи, болгарскийдің құрамында да бар, сырты сары, сырты жасыл овощилар бар ғой, овощи, фрукты, соның барлығының құрамында витамин С бар. Соларды да сіздер күнделікті тұтынып отырсаңыздар болады, қыздар, өте пайдалы. Сіздің бауырыңызға, сіздің бауырыңыздың ауырмауына, профилактика ретінде сіздің өтіңіздің тазалануына өте жақсы көмектеседі. Одан соң чайлар бар ғой, фиточайлар. Именно осы бауырды тазалайтын, өтті айдайтын, бірақ оның жай ғана ол шай, шөп шай да, оны да сіз аптасына 1-2 рет қолданып тұрсаңыз болады. Ромашка чай болады. Одан соң сыртында өте көп аптекадан барып сұрасаңыздар, бағасы арзан, 200-300 теңге тұруы мүмкін, бірақ ешқандай, қыздар, дәрілер ішпейміз. Яғни сіздің бауырыңыз қазір барлығы қалыпты болатын болса, жақсы болатын болса, дәрігер ешқандай дәрі жазбаған болса, әртүрлі баттарды ішпейміз, қыздар. Әртүрлі жаңағы маркетинговый дәрілерді ішудің қажеті жоқ. Өйткені білесіздер, оның барлығы бірінші бауырға түседі. Білесіздер, любой дәрі, айтады ғой, дәрі ішкізе берді, мен балама бауырын отырғызып тастады деп айтып жатады. Ата-аналар егер байқасаңыздар. Сондай жағдай сіздің балаңызда да, сізде де болмас үшін біз бауырды алдын ала профилактика ретінде тазартып аламыз, алдын ала жаңағы жақсартып аламыз да, бірақ ешқандай дәрі ішпейміз. Сол, қыздар, соны міндетті түрде еске алып жүреміз, өйткені осы бізде осындай случай болған. Тоже баттарды өте көп ішіп, бауырда цирроз пайда болды. Яғни цирроз печени из-за чего произошло? Из-за того, что ол адам өте көп сондай баттарды ішкен. Әртүрлі фирмалардыкін іше бергенде мен бауырым ауырып жатыр, соған көмектесу үшін деген сияқты. Бірақ оның барлығы білесіздер, бір жерге пайдалы болса, екінші жерге зиян. Түсінікті, Енді қараңыздар, қалай біз тамақтанбаймыз, қалай біз тамақтанбауымыз керек. Яғни бауырды әр қарай да біз жақсы ұстап қалуымыз үшін біз майлы тағамдардан бас тартамыз. Яғни майлы тағамдар деген қандай тағамдар? Майлы тағамдар деген қуырылып дайындалған тағамдар, және де жаңағы маргарин, торттар, әртүрлі выпечкалар ішеміз ғой. Жейміз ғой, соның барлығын құрамында біздің ағзамызға зиянды холестериндар бар. Білесіздер ме, холестериннің деңгейі адам ағзасында, деңгейі 3,2-ден 5,5-ге дейін болатын болса, холестериннің деңгейі ол қалыпты, яғни жақсы да, это нормально деген сөз. Ал егер 5,5-ден жоғары болатын болса, холестерин, демек сізде уже ожирение бар, сіздің бауырыңыз май басып жатыр деген сөз. Соны уже ойлану керек, уже дұрыс тамақтанып бастау керек, қыздар. Одан соң билирубин деп айтып жатамыз, билирубиннің да бізде ағзада нормасы 8,5-ден, енді сіздер анализ тапсырып көрсеңіздер де болады, 8,5-ден 21-25-ге дейін да нормасы. Ал уже 35 ары қарай жоғарылап кете беретін болса, уже сіздің ағзаңызда қайтадан дұрыс емес жаңағы майлар пайда болып жатыр деген сөз, қыздар. Оның барлығын біз алдын алу үшін майлы тағамдардан бас тартамыз. Зиянды холестеринге бай тағамдардан бас тартамыз. Яғни майлы ет
еттер, шошқаның еті, қойдың майлы еті, жаңағы үндік, үйрек деген майлы болатын болса, вот соның барлығынан шамаларыңыз келгенше бас тартуға әрекет жасаңыздар, қыздар. Одан соң біз күнделікті құнарлы дәрумендерге бай тағамдарды көбірек тұтынуымыз қажет. Яғни фрукты, овощи деп айтып жатамыз, иә. Солардан да көбірек тұтынып отыруымыз қажет. Қайнатылған, парға пісірілген тамақтарды өте көп қолдансаңыздар болады, бірақ жаңағы майлы тағамдар емес, қыздар. Одан соң енді қандай тағамдарды жеуге болмайды, я қандай тағамдардан біз бас тартуымыз қажет. Қазір мен сіздерге бірнешеуін айтамын, сол тағамдарды шамаларыңыз келгенше жемеген абзал. Ол біріншісі, ол майлы балықтар, яғни майлы балық, кептірілген балық, жаңағы тұздалған балық деп айтып жатамыз ғой, оның барлығы білесіздер біздің бауырымызға ауыр. Оны қорыту біздің бауырымызға ауыр да, сол себепті сіз ондай тағамдардан бас тарттыңыз. Білесіз, селедканың өзі тұздалған, соның өзі біздің ағзамызға зиян екен, яғни бауырға ол нагрузка екен. Одан соң қатты ірімшіктер тоже көп жеуге болмайды, азайтасыздар, егер көп жейтін болсаңыздар. Көп қолданудың қажеті жоқ, тоже оны қорыту біздің бауырымызға ауыр. Одан соң жұмыртқаның сарысын да көп қолданбаймыз, қыздар. Егер бауыры ауыратын адам болса, мүлдем қолданбайсыздар сіздер ол тағамдарды. Одан соң жаңғақтар, майлы жаңғақтар, жаңғақтарды көп қолданудың қажеті жоқ. Және де әртүрлі специялар, яғни ащы, тұзды болу үшін, дәмін келтіру үшін түрлі специялар, жаңағы химия, білесіздер оның барлығы, оның барлығын біз рационнан шамаларыңыз келгенше табиғи жаңағы специяларға көшсеңіздер болады, әртүрлі дәндер, күнжіт болуы мүмкін, семена, тыквы деп айтып жатамыз, мысалы да, соларды қолдансаңыздар болады, бірақ жаңағы химиялық әдіспен жасалған специяларды қолдануға болмайды. Оның барлығы біздің бауырымызға нагрузка болады, қыздар. Одан соң саңырауқұлақ, қыздар, грибы да біздің, егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, ол ауыр, оны қорыту ауыр болады біздің бауырымызға. Тұзды тағамдар тоже азайтамыз, қыздар. Және де қара бидай наны, яғни біз айтып жатамыз ғой, қара нанды жеуге бола береді ғой деп. Бірақ егер сіздің бауырыңыз ауыратын болса, даже нанның өзі сізге ауырлық туғызады. Оны да уақытша тоқтатып тұру керек. Егер қажет болатын болса, жаңағы білесіздер ғой, 15 стол бар ғой, бізде диеталық, бауырға арналған диетаны ұстану қажет болады. Ол өмір бақи ұсталынатын диета емес, ол 1 айлық немесе жаңағы пока бауырыңыз өз қалпына келгенше ұстанатын диета болып табылады. Соны ұстансаңыздар да болады. Қалай тамақтанамыз? Енді күнделікті аз-аздан 5-6 мезгіл тамақтанамыз. Түсінікті, 5-6 мезгіл тамақтанамыз. Суды 2 литр суларыңызды ішесіздер. Тағамдарыңыздың барлығы парға, духовкаға піскен тағамдар, свежий салаттар, свежий овощи, фрукты көбірек жейсіздер. Және де майлы тағамдардан бас тартамыз, қыздар. Енді қазір мен мына жерде сұрақтарыңызға жауап беріп өтейін, Түсінікті ма барлығы, қыздар? Қазір сұрақтарыңыз болса қоя берсеңіздер болады, не түсініксіз? Сіздің марафоныңызға қатысқам алдым дейді, өте қуаныштымын. Енді осы эфирларды, қыздар, шамаларыңыз келгенше күнделікті көріп, өздеріңізге пайдасын алып отырыңыздар. Күнде сағат 3-те, иншалла. Асқазан ауыратындарға чеснок жеуге бола ма? Жоқ, қыздар, асқазаны ауыратын адамдар чеснок ол қайтадан жаңағы ауруды өршітіп жіберуі мүмкін, сол себепті оны қолданбайсыздар. Мен солай жасап ішіп жүрмін дейді, күшті, шіркін, жеңілденіп дейді, өте қуаныштымын, Гүлжан ханым. Сұрақтарыңыз бар ма, қыздар? Барлығы түсінікті ма? Сұрақтарыңыз болса қойсаңыздар.
өтімді алғызып тастадым, енді ішім өтіп кетеді, тамақ ішсем дейді. Вот қыздар, өтін алдырып тастаған қыздар міндетті түрде өттің препараттары бар. Оны ішпесеңіздер, сіздерде всегда іштеріңіз өтіп жүретін болады. Соны міндетті түрде ішу қажет. Егер өт толып, оны алып тастаса, қалай қорытылады? Жеген ауқатымыз дейді. Сырттан өттің препараттарын ішу арқылы, Гүлжан ханым. Солай сіздің тағамдарыңыз жақсы қорытылатын болады. Және де әрдайым сіз мысалы майлы тағам жейтін болсаңыз, сіздің қайтадан асқазаныңыз ауырады, бауырыңыз ауырады. Сол себепті диетаны ұстану қажет. Барлығы жақсы естілді, рахмет дейді. Түсінікті, барлығы, Тема неге қатысты дейді. Тема бүгін біздің бауыр аурулары, бауырдың профилактикасы. 1 айлық диетада қара нан менюда бар ғой, әрине бар қыздар. Бірақ сіздің бауырыңыз мысалы жаңағы ауырып жатқан жоқ қой, сізде цирроз емес қой, дұрыс па? Цирроз болатын болса, гепатит болатын болса, немесе бауырдың май басуы болатын болса, қыздар, онда сіздердің именно бауырдың диетасын ұстану қажет. Айтып жатырмын ғой, диетасы қалай болатын, яғни қара нан, жұмыртқаның сарысы, жаңағы тағы да не деп айттым, өте көп келтірдім мен сіздерге. Әші балық, майлы еттерді рационнан алып тастайсыздар. Түсінікті, давайте мен эфирді сақтайын. Барлығын қолданыңыздар алдағы уақытта. Көріп отырғандарыңызға өте қуаныштымын. Аман сау болыңыздар, қыздар. Арықтаған соң терім салбырап кетті, не істеуге болады дейді. Қыздар, менің YouTube каналымда именно бастапқы 1-2 видеоға қарасаңыздар, дәл осылай Гүлбала ПП деп аталады. Сол жерде именно тері салбырамас үшін бетке массаж, жаңағы денеге массаж, қолға массаж, бүкіл денені салбырап қалмас үшін не істеу керек, барлығын мен сол жерде көрсеттім. Соны көріп алсаңыздар болады. Шаршай беремін, не істеуге болады, әлде витамин ішу керек па дейді. Бізде сразу шаршау деген нәрсе уже все, витамин ішу керек деген сөз деп ойлайсыздар. Сіздің рационыңыз дұрыс па? Аскон ханым, сіз жаңағы ұйқыңыз дұрыс па? Сізде стресстік жағдайлар болады ма? Сіз мысалы постоянно сидячий работа ма, жұмысыңыз мысалы тек отырып істейтін жұмыс па? Егер солай болатын болса, жүрісті көбейтесіз. Және де рационды дұрыстайсыз, судың ішу нормасын орындайсыз, ұйқыны дұрыстайсыз. Оның барлығына сізге көмектеспейтін болса, дәрігерге барасыз, анализ тапсырасыз, мүмкін гемоглобин төмен, мүмкін Д төмен, мүмкін жаңағы сізде холестерин деңгейі көбейіп кеткен, немесе бауырыңызбен проблема, мүмкін бүйрекпен проблема, ол әртүрлі жағдай. Мүмкін даже айтамыз ғой, айтамыз, витамин С-ның жетіспеушілігі, ағзада. Соның да несі адамның иммунитетін түсіріп жібереді. Әрдайым шаршап жүру мүмкін, тершеңдік болуы мүмкін. Қатты семізбін дейді, көмектесіңізші дейді. Әрине маған жазыңыз, міндетті түрде көмектесетін боламын, қыздар. Давайте барлықтарыңызға сау, сәлемат болыңыздар, аман болыңыздар. Мен эфирді аяқтайын,